Тағдыр әркімге әртүрлі жол береді. Сол жолда әркім әрқалай өмір сүреді. Біреуі бақытты, біреуі бақытсыз. Бұл өзі аксиома. Таратып түптеп жатудың қажеті шамалы. 1982 жылғы туылған Гүлшара мен Мәдина дәл осындай екі жолдың адамы еді. Екеуін табыстырған Астана, оның ішінде Алматының ең таңдаулы жоғары білім шаңырағы болып есептелетін Халық шаруашылығы институтының Астанадағы филиалы. Бұл кезде мемлекетіміздің астанасы Алматыдан Астанаға көшіп, жаңа елорда қалыптасып жатқан уақытын. Сол себепті жаңа ашылған филиалға оқуға түскендер республиканың әртүрлі аумақтарынан қоныс аударғандардың әлпештеген ұл-қыздары болатын. Жоғарғы оқу орындарының ұстаздары да Алматыдан көшіп келген білікті профессорлар, доценттер, кандидаттар, тәжірибелі мамандар еді. Бәрі де жылы жақ оңтүстіктен келген соң, солтүстіктегі Астананың суық қарлы боранды табиғатына үйренсе алмай, өздерін осында біреу зорлап әкелгендей үнемі қабақтары кіржиіп, амалсыздық кейіптерін жүргіздерінен танытатын. Ұстаздарының бұл көңіл күйлері өз-өздеріне болмаса, алдарында дәріс беріп жүрген студенттерге әсері болмайтын. Жарқ-жұрқ жарқылдаған 17-18 жас қой, бір-бірімен қауышыл көрісіп, сықылықтай күлісіп, еш алаңсыз көңілдермен университеттің дәліздерінде шуылдасып жүретін. Сырттан аязға тонып әбіржіп келген ұстаздар алдарындағы студенттердің көктемдей гүл өндерінен, жаздай қабақтарынан бойларына нәр жинап, бағанағы кіржиген қабақтары жұмсарып сала беретін. Тура бала бақша сияқты ей, осы жер неменеге шуылдайсыңдар, кілең шуылдақтар дейді ұстаздардың бірі зілсіз. Бір-бірін итерсіп, түртіп, қолдарындағы папкілерін тартып алып, оны бірі қуып, үлкен дәлізді түгел басына көтерген шуылдақтар студенттер аудиторияға бірінен кейін бірі кіріп, ақырында әйтеуір тынышталады. Содан соң оқытушылар журналдағы тізім бойынша студенттердің сабаққа қатысқаны, қатыспағаны тексеруге кіріседі. Әлі де бір-бірімен сыбыр-күбірі бітпеген студенттер өздерінің шақырған фамилияларын естітпей де қалады. Азаматова Клара, үнсіздік. Ұстаз қайталайды. Азаматова Клара, барсың ба, жоқсың ба? Бар, неменеге үндемей тұрсың? Келесі жолы жауап бермесен, қызыл белгі қоямын. Әлшеріп Мұрат, бар. Биртбеков Камал, бар. Барлыбаева Гүлшара, үнсіздік. Жоқ па, бар ма? Жоқ. Закировна Мадина, бар. Тұрсынбеков Қалдаш, бар. Міне осылай тізімнен таптағы 30 баланың бар жоғы тексеріліп, өз лекциясын содан кейін бар бастайтын. Бұл тәртіп әр ұстазға орындауға тиісті бұлжымас заң. Осы тізімдегі Барлыбаева Гүлшара ғана тізім жазылған журналда аптаны 2 күнінде бар, қалған күндерінде жоқ болатын. Ерекше қызыл белгілі қыз. Барлыбаева, рефератың қайда? Тапсырмаған сен ғана. Мәншік Сұлтановна, қазір лекцияның аяғында тапсырамын, кабинетіңізге апарып берем. Барлыбаева, алда сессия, сенің оқып жүргенің 10 жылдық мектеп емес, бұл университет, білесің бе? Сен оны Бақыт Леуич деп сызлады Гүлшара. Білем мен. Бақыт Леуич өзіне күлімсіреп бейкүнә қалыппен мөлдіріп қарап тұрған бой жеткеннен жүзін тайдырып әкетеді. Ішінен осы группадағы ең сұлу қыз осы, көзі әдемі дейді. Барлыбаева Гүлшараның қай сабаққа да жүрдім-бардым келіп кетуі жиіледі. Сөйтіп жүріп, қысқы сессия алдында сабаққа келуі мүлде үзілді. Ұстаздар іздеу сала бастады. Қайдасың? Барлыбаеваны білесіңдер. Соткасы бар ма еді? Хабарласып айтыңдар. Не болды? Ол қызға жоғалды ғой мүлде, деді бір күні курс жетекшісі Салима Бақытбековна. Жаңадан ашылған бұл оқу орнының филиалында әзірге жастақаны жоқ. Әркім әрқалай тұрады. Біреулер бірігіп қосылып пәтер жалдайды, біреулері ағайынның үйінде. Сессияға дайындықпен жүрген студенттер Барлыбаеваны Закировна Мәдинадан сұрайды. Өйткені Мәдина мен Гүлшара екеуі бір пәтер жалдап тұрады. Мәдина Барлыбаева қайда? Ауырып қалды, бүгін келе алмайды. Бұл сөзді Мәдина Гүлшараның өтінішімен айтып отыр. Ауырған жоқ, түнгі клубтан таң алдында ғана келді. Дәл қазір ол ұйқының қалың құшағында. Барлыбаева мектепте би үйірмесіне
қатысып, оның ішінде шығыс халықтары биін үйренген, өте жақсы билейді. Әсіресе музыка ырғағымен бөксесін қимылдатып, билегенде ер адам түгілі әйелдер еріксіз сүйсінеді. Жалаңаш денесіне жартылай ашылып, беліне жалтылдаған шылдырлақ қадап бұралғанда Гүлшара тіпті өзге қыз болып көрінеді. Өзінің айтуы бойынша 5-ші сыныпқа барғаннан бастап бұл биді билеп, мамасы ертіп апарған тойларда кәдімгідей ақша табады екен. Мадина: менің үйде асыраушым жалғыз анам, кішкентай інім. Анам үшеумізді менің әкем тастап, басқа бір әйелге үйленіп кеткен. Содан анам бірде жетіп, бірде жетпей бізді өсірді. Менің анамды көрсен ғой, өте сұлу болған. Осы оқуға түсер ақшаның қанша жыл тірнектеп жинады десейші. Өлермен болып жүреді. Біреудің балаларына математикадан репетитор болады, математика қосымша сабақ қалады. Маңдайының терін төгіп жүргені. Мені бір күні сұрақ қойдым. Мама, сен өте әдемісің, ал папам қалай сені тастап кетті деп сұрағанмын кішкентай кезімде. Жауап бермеді. Есейген соң айтамын деді. Әлі айтқан жоқ. Ал әкемді мен көрген емеспін. Бір күні атағым дүркіреп шықса, мені іздеп табады. Мұндай әкелер көп. Гүлшара басындағы жағдайды айтқан соң, Мадина бұдан кейін еш нәрсе қазбалап сұрамайтын. Қайта кейде тамақ істеп, үй есептеспей жинап, туған бауырындай қамқорлықтар жасап жүретін болды. Ақыры Мадинаның көмегіне қарамастан, Гүлшара қысқы сессиясының емтихандарын түгелдей тапсыра алмады. Оған өкінген Гүлшара жоқ. Мадина, деді бір күні Гүлшара, мен өзімнің іздеген жігітімді таптым. Енді сонымен бірге бір пәтерде тұрамын. Үйленбей тұрып, бір пәтерде тұрасың ба деп сұрақ қойды таң қалып Мадина.